Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сізге мотивация беретін керемет 10 кеңеспен бөлісетін боламыз. Позитивті көңіл-күй. Мотивацияда көтеріңкі көңіл-күй өте маңызды. Позитивті адам үшін бір істі бастап кету оңай. Өмірдің түрлі қиындықтарына төтеп беру оңайырақ. Адамдармен достасып, қарым-қатынас құру жеңіл. Егер үнемі ізденіп, талпынып, алға ұмтылып жүргіңіз келсе, тек жақсы істер туралы ойлап, мақсат қойып, соған жету үшін аянбаңыз. Шын көңіліңізден шығатын іспен шұғылданыңыз. Өзіңіз ерекше құлшыныспен айналысатын іспен шұғылданыңыз. Сіз содан табыс табасыз ба, таппайсыз ба, ол маңызды емес. Өзіңіз қалаған іспен айналысу арқылы өзіңізге қуаныш сыйлайсыз. Шын мәнінде жүрек қалауымен жасалған әрекет қашанда адамға керемет мотивация береді. Бағытты ауыстыру. Кейде тіпті өзіңізге ұнайтын іс болса да мотивация жетіспейтін кезең болады. Ондай жағдайда не істеу керек? Сізге бағытты ауыстыру керек. Сіз бір орында тым ұзақ уақыт отырып қалдыңыз. Жұмыс ауыстырыңыз. Не болмаса, ақыл-ой салмақ салатын қызметтен бизнеске ауысыңыз. Мүмкіндігінше басқа іспен шұғылдануға тырысыңыз. Спортпен шұғылданыңыз. Сіз спортпен шұғылданғанда денеңізде эндорфин атты бақыт гормоны өндіріледі. Егер күйзелістің белгілерін байқап, өзіңізді нашар сезінсеңіз, жүгірумен шұғылданыңыз. Спортқа жазылып, бассейнге барыңыз. Спортқа сонша ынтаңыз болмаса да өзіңізді мәжбүрлі түрде көндіріп, себебі бақытқа жетудің тегін әдісі деп ойлаймын. Мотивация беретін фильмдер қараңыз. Біздің өмірімізде киноның мәні зор. Мотивация беретін қаншама тағдырлар туралы фильмдер бар. Соларды қараңыз. Жігеріңізді арттырып, мотивация беретін фильмдерден кейін бірден көңіл-күйіңіз көтеріліп, пайдалы бір іспен шұғылдануға ынта пайда болады. Дұрыс тамақтаныңыз. Таң қалмасқа амал жоқ. Тамақтанудан да мотивация алуға болады. Құнарлы әрі пайдалы ас ең әуелі көңіл-күйге, сосын жұмыс күнінің өнімділігіне әсер етеді. Суды көбірек ішіңіз, көкөніс пен жеміс-жидек көбірек тұтынуға тырысыңыз, ішкі ағзаны тазалауға тырысыңыз. Бұл қадам дәрігер мен дәріге көп шығындалудан сақтайды. Жақсыдан үйреніп, жаманнан жиреніңіз. Пайдасыз телебағдарламалар мен ұзын-сонар телехикая туралы қарауды қойыңыз. Сары басылым оқымаңыз. Өмірге орынсыз өкпелеуден арылыңыз. Біреуді сынап мінеуден тыйылыңыз. Өзіңізді дамытумен шұғылданыңыз. Мотивация үшін рухани кемелденуге тырысыңыз. Пайдалы әрі жігерлендіретін кітаптар оқыңыз. Түрлі курстар мен тренингтерге жазылып, мүдделес адамдармен араласыңыз. Табиғатқа жақын болыңыз. Табиғат аясына шығып, таза ауамен тыныстау қашанда денсаулыққа пайдалы. Гармония мен әлемнің сұлулығын сезіну арқылы ми тынығады. Табиғат ана жанымызды емдеп, көңілімізді сергітеді. Өміріңізді күрделендіре бермеңіз. Артық және қажет емес атақтан арылыңыз. Өзіңіз қиялдан құрастырып алған жетістіктер мен түрлі ойдан арылыңыз. Тек жақсы ой ойлап, болашаққа деген үмітіңіз арылмасын.